Арманың не дедің сен? Мама папам естіп кетсе екен деп. Мама папаны естіп кетсе екен. Байқадыңыздар ма? Осындай отбасыдан шыққан балалардың бір-ақ арманы болады. Әке шешем естіп кетсе ғой, сөйлеп кетсе ғой деген. Бұл арман енді орындау бір Алланың қолында. Бірақ бүгін сенің басқа арманыңды орындауға келдік. Жаным, жылама. Рахмет ағай. Сендердің отбасылар үшін мен қуаныштымын. Менің де келуім осы кілтті сендердің отбасыларына табыстап кетейін деген. Сендер отбасылармен бақытты болуға лайықты жандарсыңдар. Жылама Ботақан. Мынау сендердің жаңа үйлерінің кілті құтты болсын. Енді өз үйлерінде тұратын боласыңдар. Кішкентайда бір сен арманды орындағаныма біз қуаныштымыз. Ей жанымсың. Келе қойшы, кет. Ботақан сол ер. Ал, жүр, әкеңді қуантамыз. Мынаның ішін ашып, бәрін сүртіп, багажникті да жусыншы. Шерхан. Әкеге үйлі болыңдар, құтты болсын. Бүгін Алланың қалауымен дәл осы отбасыға Қарекет қайырымдылық қорының 200 күнде 200 баспана аясында 150-ші баспананы Батырбеков Ерлан мырзаның отбасына табыстаймыз. Құтты болсын. Қол соғайық. Шерхан, құтты болсын. Үйлі болыңдар. Бүгін біз сіздерге жай ғана видео түсіріп кетуге келген жоқпыз. Сіздерге үй тапсыруға келдік. Құтты болсын. Сіздерге көп рахмет дейді. Менің атым Айбат. Қуаныштымын. Күнде жұмыс істейміз, оны өзіне аз аламыз. Бірақ андай үйіміз болмаса да, бірақ тамақ беруге жұмыс істеп жүрмін. Негізі мына машинаны жуып керек жоқ. Біз сіздерге осы үйді тапсыруға келдік. Рахмет дейді. Дәл қазір барып жұбайыңызды қуантайық. Сосын сіздердің жаңа пәтерлеріңізге барамыз. Айттың ма? Мамаға сюрприз жасамыз, айтып қоймасын. Аха.